Сәлем баршаңызға, бүгін жеңіл және пайдалы борщ тамағын жасаймыз. Алдымен 2 тауық етін тазалап аламыз. Құйрық жағын алып тастаймыз және осындай мен сүйек жағын тағы алып тастаймын. Қалауларыңыз бойынша қалдырсаңыз да болады. Және майлы жерін тағы да алып тастаймын. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай тауық етін тазартып аласыздар. Одан кейін осы тауық етін жуып тазалап 2 литр суға саламыз. Немесе одан да көп 3 литрлік, 4 литрлік кастрюляға су құйып, қайнатып, осылай салып қойсаңыздар болады. Және 1 ас қасық тұз салуды ұмытпаймыз. Одан кейін капуста менде жартысын ғана саламын. Себебі ол біздегі салынатын көкөністермен көп болып кетеді. Сондықтан 300 граммдай ғана осылай капустаны турап шығамын. Одан кейін көкөністерден 3 түйір картошканы алып, ашып, ірі бірнеше бөлікке бөлемін. Және қайнаған сорпаға саламын. Тауық еті менде су қайнағаннан бастап 30 минут қайнатылды. 2 тауық етін осы сорпадан алып тастадым. Және 1 ас қасық тұз салдым. Одан кейін осы қырыққабатпен картошканы салып, крышкасын жауып, 1 қайнағаннан кейін астын басып қойдым. Осылай баяу отта 15-20 минут қайнатамыз. Және осы уақытта борщтың тоздығын жасаймыз. Сәбізбен свекланы аршып аламыз. Одан кейін жуып аламыз. Және теркадан өткіземіз. Достар, каналымыздың дамуына сіздерден өтініш сұраймыз. Подписаться кнопкасын басып, поделиться кнопкасы арқылы WhatsApp чаттардан бөлісулеріңізді сұраймыз. Достар, сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Сондықтан лайк пен комментарий жазудан ұмытпағайсыздар. Осылайша 1 сәбізімізді теркадан өткізіп алдық. Одан кейін 1 үлкен ірі қызылшамызды да теркадан өткізіп аламыз. Барынша жіңішке қыламыз. Себебі тұздықта тағы да 1 қуырылады. Табамызды қыздырып, 2 ас қасық май құямыз. Одан кейін ашылған 1 жуаны салып шығамыз. Жуамыз біздің майда етіп тураймыз, яғни кубиктап тураймыз. Одан кейін осылай кішкене 2 минут қуырамыз. 2 минуттан кейін қана үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізбен араластырып, 1 мәрте 1 минут қуырып шығамыз, араластырамыз. Кішкене қыздарды деген уақытта, яғни 1 минуттан кейін дайын болған қызылшамызды саламыз. Осылайша тұздығымызды қуырып 3-4 минутта дайындаймыз. Яғни барлығын қуырғаннан кейін дайын болған тұздығымызды қайнап тұрған кастрюлямызға құямыз. Ол жерде 40 қабатпен картошкамыз біздің асылып жатыр. Тұздық қосылғаннан кейін өзіндік әдемі түсті береді. Көріп отырғандарыңыздай, осылайша қызылшаны қосамыз. Үлкен қызылша менде көп болды. Көлеміне қарай, қалауларыңызға қарай көлемі кішкентай болса, 2 қызылша қоссаңыздар болады. Осылай қуыру өте міндетті түрде қуыру маңызды. Тағы 2 минут осылай қуырып шығасыз. Және 1 кішкене қасық қант салуды ұмытпаймыз. Одан кейін 1 ас қасық тұз салуды ұмытпаймыз. Себебі қызылшаға түс беретін осы қант, 1 қасық қант. Өте жиі араластырамыз. Тұздығымыздың астындағы жаңағы сәбізімізбен қызылшамыз жабысып қалмау керек. Сондықтан өте жиі араластырып тұрамыз.
және баяулатамыз газымызды. Содан кейін ғана жаңағы дайын болған сорпамызға құямыз. Сонымен қатар бұл уақытта дайын болған тауық еті суығаннан кейін вилканың, яғни шанышқының көмегімен үзу арқылы бөліп дайындап қойсаңыз болады, немесе пышақтың көмегімен бірнеше бөліктерге бөліп етіңізді кесіп алып қойсаңыз болады. Сорпа дайын болғанда осы сорпаның үстіне жаңағы етіңізді салып жібересіз. Және де бір ас қасық томат салуды ұмытпаймыз. Салғаннан кейін осылай аударып араластырып шығамыз. Газымыздың астын басып, баяу отта қуырамыз. Борщ тамағының рецепттері өте көп. Жалпы орысша да, қазақша да. Сіздер қалай жасайсыздар? Жуанын қосасыздар ма, зажаркаға или қоспайсыздар ма? Соны комментария жазып кетсеңіздер. Сорпамыз қайнап дайын тұр. 20 минут қайнады. Енді дайын болған тұздығымызды үстіне құямыз. Осылай сәбізбен қызылшаны қосып, тағы 5 минуттай қайнатамыз. Содан кейін ғана біздің борщ тамағымыз дайын болады. Және де ас қасық тұз салуды ұмытпаңыз, және сорпаңыздың дәмін көріңіз. Егер тұздың дәмі аз болып тұрса, переправа қоссаңыз болады. Сонымен қатар, борщ тамағына қышқыл дәм енгізем десеңіз, 2 лавр жапырағын салып жіберсеңіз болады. Сонда борщ тамағы қышқыл дәмімен өзгеше болып шығады. Және де укроп, петрушка немесе аскөкті турап қосып жіберсеңіз болады. Өте керемет, сондай жеңіл және пайдалы, көкөністі тағам. Көріп отырғандарыңыздай, борщ тағамы дайын болды. Және асылған 2 тауық етін туралған күйде үстіне салып жібереміз. Және де қаймағыңызды немесе майонез дайындап қойсаңыз болады. Сорпаға 1 ас қасық сметана немесе майонез өте керемет дәм береді. Сіздермен болған Смағұлова еңлік. Астарыңыз дәмді болсын.